Істіккен шағым есіме түсіп отыр. Алматыға ауылдан келіп үйренгенше бір жылдай жұмыс істеудің ебін таппадым. Келесі жылы әупірімдеп жүріп шағын кафеге ыдыс жуушы боп орналасып алдым. Рас, ауылдан келген қара қызға үлкен қаланың өмірі қиынға соқты. Қатарымнан қалмау үшін амал жоқ оқумен қатар жұмысты алып жүруге мәжбүр болды. Оқуға келген жылы жатақханаға орналасқан едім. Жұмыс деген жылдан бастап кешқұрым келгендіктен жатақханадан шығарып жіберді. Жұмыстан кеш келетін мені комендант түнімен қызық қуып келді деп ойласа керек. Әлде менің орным керек болды ма, әйтеуір әй-шайға қарамай мені қуды. Қыздармен пәтер жалдап тұра бастадым. Енді түнімен жұмыс істейтін кафеге ауыстым. Бірақ оқу үлгерімім нашарлап кетті. Сырттай оқуға ауысуыма тура келді. Бір күні жұмыстан шаршап үйге қайтар жолда ағаш орындыққа отыра кеттім. Жанымда бір жігіттің ашуланып телефонмен сөйлесіп отырғанын байқамаппын да. Бір мезетте ол мазалай бермеші, онсыз да шаршап жүрмін деп телефонын тастай салған қатты дауыс шықты. Мен де тыныш отырмай Алматы кімді болмасын шаршатады дедім. Осы бір ауыз сөз біздің танысуымызға себеп болды. Нұрғали Алматыда әр жұмыстың басын бір шалып, журналист боламын деген арманына қолы жетпей жүрген жігіт. Тек жазушылықпен айналысамын деп бірдеңелерді шимайлап жүреді екен. Басқа жұмыстарды істеп көргенімен қолынан жазудан басқа әш нәрсе келмейді. Ал журналистің айлығы шайлығына жете ме? Сүйікті қызынан неге айлығың аз дегенді ести беріп әбден мезі болыпты. Әлгінде қоңырау шалып ашуландырған да сол қыз екен. Ол маған сүйіктісін жамандаған жоқ, жай ғана күйбең тіршілігімен бөліскені ғой. Мен де әйтеуір жетпейтін қу тірлігім жайлы әңгімеледім. Екеуміз Алматыдағы өміріміз жайлы сыр шертісіп, бір-бірімізбен телефон нөмірін алмасып, өз жөнімізге кете бардық. Нұрғали екеуміз телефон арқылы сөйлесіп жүрдік. Ол әлі тұрақты жұмыс таппаған секілді. Мен оған жүздесіп тұрайық, шайды мен ақ саған әперейін деп әзілдейтімін. Бір күні кездесуге шақырды. Алматының әсем кешінде қыдырып киноға барып, жол жөнекей үйге дейін әңгімелестік. Нұрғали бір ақпараттық сайтқа жұмысқа орналасыпты. Жалақысы да әжептеуір екен. Сол жалақысын алғаны бүгін екен. Екеуміз тағы біраз уақыт араласып, бір-бірімізге ұнай бастағанымызды сезіп, пайда болған сезім ұшқынын жасыра алмадық. Содан Нұрғали маған бірге тұрайық деген ұсыныс тастады. Ауылдағы анам атымызға кір келтіруші болма. Абыройың дақ түсірме деп айтып қоңырау шалып отырады. Осы сөзі санамда сіңіп қалған, ұсынысына келсе қоймадым. Тағы бір шама уақыт өткен соң ол екеуміз жақын арада үйленеміз деген сөзіне сендіріп, бірге тұруға көндірді. Бір бөлмелі пәтер жалғалып, отбасылық секілді өмір жалғасын тапты. Қанша сезім болса да, пәктігімді келін болып аттаған күнге дейін сақтаймын деуші едім. Бірақ қыз бен жігіт бірге тұрған соң ол мүмкін емес екен. Бірге тұрып жатқанымызға жарты жылға жуықтағанда бойымнан өзгерістерді байқай бастадым. Дәріханадан жүктілікті анықтайтын тест алып келіп, нәтижесін қобалжумен күттім. Ішімнен жүкті болып қалмайын деп тіледім. Бірақ тілегім орындалмай, тест таяқшасында екі сызық пайда бола кетті. Не істерімді білмей Нұрғалидың жұмыстан келгенін тағатсыздана күттім. Асықпай тамақтанып болып, аяғымның ауыр екенін айттым. Ол не айтарын білмей сасқалақтады. Сосын ашуланды. Мен бала түгілі үйленуге де дайын емеспін. Үйленгеннен кейін әлі талай бала болар, бірақ қазір оның дүниеге келгенін қаламаймын. Ақша беремін, ертең барып баланы алдырт деді. Менің жылағанымды көргісі келмеді ме, ашуланып үйден шығып кетті. Түні бойы жылап шықтым. Ой жегідей жеді. Екі жігіттің біреуін таңдай оңай шығар, ал құрсағындағы сәби мен сүйген жігітіңнің біреуін ғана таңдау қиын екен. Екеуін де сүйемін. Бір апта ойланып жүрдім. Бірақ шешім шығару керек тез арада. Ертеңіне ауруханаға бет алдым. Өзімді өмір бойы кешіре алмас әрекетке бардым. Баланы алдырттым. Қанша жерден Нұрғалиға ренжісем де, болашақта жақсы отбасын құрамыз деген үміт сөнбеді. Бір жыл өтіп қуанышты сәттің де орайы келді. Екеуміз заңды түрде неке қиып, ақ көйлек киіп тойымызда өтті. Нұрғалидың ауылында бір айдай тұрып, жұмыс бабымен қайта Алматыға оралдық. Әне-міне деп жүріп 3 жылдың өткенін де байқамаппыз.
Мен жүкті бола алмай жүрмін. Шаңырақта шаттыққа толы бала күлкісін естігіміз келіп баланы күтудеміз. Сол бір күні басын алып қашып алдырт деп ашуланған күйеуім енді неге жүкті болмай жүрсің деп ашуланатын болған. Еркектерді түсіну мүмкін бе? Қызық, ол сол кезде баладан құтылғанша асығып еді, енді болса әке атанғанша тағат таппай ашуланып жүр. Үйленгенімізге енді 1 жылдан асты ғой, талай баламыз болады, әлі деймін оған. Ойына жарық дүниені көре алмай кеткен нәрестемізді түсіргім келеді. Сол бір күнәлі іске мені итермелегенін есіне салғым келеді. Ал менің астарлап айтқан сөзіме ол мән бере ме білмеймін. Әйтеуір мені кінәлауға ұста. Өмір бойы сәби сүйе алмай өтем бе деген қорқынышым да жоқ емес. Түсінгенім, адам өмірде талай рет қателесуі мүмкін. Одан қорқудың қажеті жоқ, өйткені барлық қателікті түзеуге, жөндеуге болады. Тек бір ғана қателік орнына қайта келмейтін секілді, ол жасанды түсік. Аборт жасатпа, қаракөз сіңлім. Осыны айтқым келіп өмірімді баяндадым.